Апта ішіндегі ең өзекті оқиғалар апталық шоуда. Алдымен аңдатпа. Мектеп бітіру қуаныш па, қайғыма? Түлектердің көңілді кешінде бір үйдің жалғыз баласы сыныптасы қолынан қаза тапты. Балаларыма ұнамаған мұғалімді балағаттауға рұқсат берем. Депутаттар ара түседі. Актер Сағаділда Үсіпәлі неге бұлай жазды? Назарбаев мектебінен шыққанда қоғам талқысында марқұм Ақнар Гүлстанның өліміне қатысты не белгілі? Ана күдігі назарға алына ма? Утил алым төмендей ме? Жаңа министрдің көзқарасы қандай? Қыз алып қашу қылмыс па? Кешірмен құтылу енді жүрмей ме? Мектеп бітіру әлбетте қуаныш, алайда қуаныштың қайғылы жағдаймен ұласып жататыны да аз емес. Жылдағы түлектердің жіберетін қауіпті қателіктерінің басым көпшілігі мыналар екен. Суға шомылу кезінде қауіпсіздік ережелерін ескермеу, автокөлік жылдамдығын асыру, рөлге мас күйде отыру, қоғамдық орындарда тәртіп бұзу, топтық төбелес, тағысын тағы. Айта берсең, бүгерге бармағың жетпейді. Бұл мәселе бірінші кезекте білім беру ұйымдары мен ата-аналар тарапынан бақылаудың жетіспейтіндігін көрсетеді. Биыл мектеп бітіру кешіне ақша жинауға қатаң тыйым салынды. Сондай-ақ салтанатты кештерді мейрамханаларда өткізуге, кортеж ұйымдастыруға рұқсат берілмегендігі айтылды. Алайда айтылған сөзді елеп жатқан кім бар? Есесіне нәтиже мынандай. Жаңаөзенде мектеп бітіруші түлектер жол апатына түсті. Абырой болғанда желіккен жүгірмектер дін аман. Ал Алматы облысында түлектердің көңілді кеші барысында Әлиби Қыдыр сыныптасы қолынан ажал құшты. Шампурдың өлтіру бойынша, расымен қасақана адам өлтіру бойынша қылмыстық іс қозғалып, кәмелетке толмаған күдікті қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Сот санкциясымен енді қамауға алынып, тергеу ары қарай жалғасуда. Тағы да айта кетейін, енді тергеушілеріміз 200 қылмыстық процесс кодексінің 200 бабына сай ұсыныс берді. Жергілікті атқару органдарына қазіргі таңда мектептің директоры жұмыстан қызметінен босатылды, және оның орынбасары тағы да 2 класс жетекшілеріне қатаң сөгіс жарияланды. Бізде альтернатива қайда? Мемлекеттік дәрежеде оқу ағарту министрлігінің деңгейінде, мәдениет және ақпарат министрлігінің деңгейінде солардың бір өмірінде болатын оқиғасы мектеп бітіруін көркемдеп, әсемдеп, солар сөйтіп кафеден кафеге қаңғырмайтындай жағдай туғыз алдық ба біз? Туғыз алған жоқпыз ба? Енді оны шектеу керек, тыйым салу керек деген ол жауапкершіліктен қашу болып есептелінеді. Сіздің ойыңызша альтернатив не болады? Альтернатива кезінде болды. Мысалы, түлектер кеші болсын, күндіз күні бойы, күндіз жаңағы аттестаттарын тапсырады, айтады, бүйтеді, онысы болады. Кешкісін концертін жасап берсін, не көп әртіс көп осы біздің Қазақстанда. Одан таңда жаңағы шапақ рауанды қарсы алу бар, таңғы. Сол рауанды қарсы алатын кездерінде арнайы орындар әзірлесін, сол жерге жағдай туғызсын. Барады ғой жастар. Жастар не істейді енді? Барар жер басар тауы жоқ, ешқандай бағдарлама жоқ. Біз де көрдік. Өзіміздің де бала 2-ші қызым бітірді мысалы. Соның құрбылары, қатарластар бүкіл осы Астананың кафелерінде жартылай мас бәрі жүр. Не істейді? Баратын жері жоқ енді. Балаларыма ұнамаған мұғалімді балағаттауға рұқсат беременді. Депутаттар ара түседі. Бұл актер журналист Сағаділда Үсіпәлінің әлем желіде жазбасы. Бұл жазба қоғамда белсенді талқыға түскен. Алматыдағы Назарбаев мектебіндегі шпаргалкасын тартып алған педагогқа ауыр балағат сөз айтып, мектептен шығарылған оқушының әрекетіне қатысты. Қоғамда резонанс тудырған соң, оқу ағарту министрлігі де арнайы комиссия аттандырған. Аталған мәселеде депутаттар пікірін біз де сұрап білдік. Бүгінгі таңда баланы емтиханға жібермей жатыр. Бұл жерде баланың құқығы бұзылып жатыр. Екінші мәселе, баланың жеке деректерінің барлығы әлеуметтік желілерде шарлап жүр. Ол да баланың құқығының бұзылуы. Тәртіп мәселесі болмай жатқан жерде білім туралы айту қиын. Меніңше мұғалім де, мектептің басшылығы да дұрыс қадам жасады. Ондай заң бәріне ортақ, тәртіп бәріне ортақ. Бұл жерде бір ерекшелік немесе қандай да бір артықшылық адамда болмау керек деп есептеймін. Тәртіп бәріне бірдей ортақ. Енді мұғалімге жаңа айтқан сөзін естіп жатырсыз, өте ауыр балағат сөз. Енді мектеп біз бәріне рұқсат беретін болсақ, аузына келген айтатын болса, онда біз мектепте не деп тәрбие талап етеміз? Сондықтан ол оқушының жаңа қудалау, оқудан шығаруын мен дұрыс деп есептеймін. Кішкене ойланып, шешіп қабылдауға болар еді деп ойлаймын өзім. Асықпай. Аталған мектеп тәрбие жұмысына, сонымен қатар білімге қыруар қаражат бөлінетін мектеп.
Бұл мектеп толық күн тәртібінде жұмыс жасайтын мектеп. Аталған мектепте кураторлар қызметі жұмыс жасайды. Егер басқа мектептерде осындай құқық бұзушылық орын алса, ол жерде 3 ауысымда болуы мүмкін. Ол жерде бөлек кураторлық қызмет жоқ. Сынып жетекшілігін мұғалім қатар алып жүреді. Ал бұл жерде бүкіл жағдай жасалған. Яғни бұл қоғам үшін, сол мектептің басшылығы үшін үлкен сигнал. Бердібек Соқпақбаевтың көзқарасымен қарайтын болсақ, бұл жерде мектептің деген нәрсе бар. Баланы тиісті деңгейде 11 бітіргенше тәрбиелей алмаған. Бұл жеке мектептің өзінің құзыретіндегі мәселе. Бұл үкіметтің құзыретіндегі мәселе емес. Бұл тіпті парламенттің құзыретіндегі мәселе емес. Бұл енді басқа бір әкімдіктің құзыретіндегі мәселе емес. Бұл мектептің құзыретіндегі мәселе болғаннан кейін, оны мектеп өзі шешім қабылдау керек. Ол шешімді мектеп қабылдады. Сондықтан өз құзыретінде шешім қабылдағаннан кейін біз оны құрметтеуіміз керек және де соған бағынуымыз керек. Ақнұр Гүлстанның өлімі іске арнайы тергеу тобы құрылды. Марқұмның анасы Гүлстан Хамит қызының өзіне қол жұмсағанына сенбейді. Оның айтуынша қызы өзіне қол салуы мүмкін емес. Қайғылы жағдайға сол сәтте жанында болған құрбыларының қатысы бар деп есептейді. Қоғамдық резонанс тудырған бұл іске қатысты анасы президентке үндеу жолдаған болатын. 2023 жылдың шілдесінде 7-ші қабаттан құлап қайтыс болған Ақнұр Гүлстан ісі бойынша арнайы жедел тергеу тобы құрылды. Бұл туралы мәжіліс қабырғасында ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Ақнардың ісі бойынша қазіргі таңда тергеу органдарымен жедел тергеу топ құрылып, бұл қылмыстық іс біздің бақылауымызда. Жәбірленушінің толық уәждері тергеу барысында тексерілуде. Жоқ, ол күдікті танылған жоқ ешкім мысалы? Жоқ, тергеу амалдары жүргізілуде және бұл қылмыстық іс қатаң бақылауда. Өтел алым төмендей ме? Жаңа министрдің көзқарасы қандай? Үкімет сағатынан кейінгі брифингте өнеркәсіп және құрылыс министрі болып тағайындалғанына көп болмаған Ерсайын Нағаспаев өтел алым мәселесіне қатысты көзқарасын айтты. Қанат Бейсенбайұлы өте көп жұмыс істеді. Менің позиция как у правительства Республики Казахстан. Я как член правительства, как министр, у меня такая же позиция. Сондықтан ешқандай өзгерістер болмайды. Отандық автоөндірістегі ең арзан көліктің құны қанша? Оны сатып алу үшін ең төменгі жалақы 85 мың теңге алатын қазақстандық қанша жыл жинау керек? Қазақстанда автокөлік өндірісімен 8 өнеркәсіптік кешен айналысады. Оның 2-і жеңіл автокөлік өндірісіне бағдарланған. Қостанайдағы Сарыарқа автопром өнеркәсіптік кешені және Алматыдағы Hyundai Auto өнеркәсіптік кешені. Олардың былтырғы өндіріс көлемі жалпы жеңіл өнеркәсіп бойынша 134 мыңды құрады. Ең төменгі бағадағы кластағы автокөліктің құны 6 миллионға жуық қателеспесем. Математикалық тұрғыдан алсаңыз 6 миллионды 85-ке бөлесіз ғой. Қыз алып қашқандар 10 жылға дейін сотталуы мүмкін. Мәжіліс тиісті заңды мақұлдады. Оған бастамашы болған депутаттар. Өзгерістерге сәйкес мәжбүрлеп некеге тұру енді қылмыс болып саналады. Бұлай барша дәстүрлі іс-шараларды өткізуге жағдайы жоқ. Жас студенттер, жетім балалар, әрине олар кейде өзара келісіп алып, қыз әке-шешесін сұрамай мүмкін жігітпен бірге қашқаны ол бір әңгіме. Ол өз еркімен. Яғни бұл жерде махаббатқа, сезімге жастарға ешқандай кедергі салуға, оның үстінде тем более жауапкершілікке тарту деген меніңше дұрыс емес. Ал расында зорлап, зорға алып қашу деген бұл бөлек мәселе. Ол үшін зорлау деген негізінде қылмыстық кодексінде бабы бар. Қызды мәжбүрлеп, күш алып қашатын болса, өз пікіріне қарсы. Ол заңсыз. Және ондай жағдайлар көп. 3 жылда 214 жағдай болды. Қыздар жаңағы полицияға шағымданды, бірақ өкінішке орай 2204 жағдайда ол полиция қарамай жауып тастады. Қыздарды күштеп машинеге отырғызып, ұрып соғып, ол қыз машинеден секіріп түскен өзінде де полиция қараған жоқ. Себебі ол қазақтың дәстүрі, дәстүр емес ол. Ешқашан ешқайсымыз қызымызды зорлап біреу алып кетуге қарсымыз. Қоғам да қарсы. Қоғамда екі пікір жоқ бізде. Қоғам қыздардың қорғайды. Қазақтың қоғамы сол. Бүгінгі апталық шолу осымен тәмам. Арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Қызық видеоларыңыз болса, редакцияға жолдасаңыз болады.